Тапсырыс беруші қамтушыны таңдау кезінде бірінші кезекте не нәрсеге назар аударады? Бірінші, қызмет көрсету деңгейі. Бұл қорды толықтыру циклі кезеңінде тауар тапшылығы болмайтындығын көрсететін көрсеткіш. Бұл жеткізу көзінің сенімділігіне, компания ішіндегі операциялардың үздіксіздігіне, барлық бөлімшелердің өздеріне қажет нәрселермен қамтамасыз етілуіне әсер етеді. Бұл ұсыныстарды салыстыру формуласында қалай болса да көрінетін ең маңызды пункт. Екінші, қызметтің осы деңгейіне қол жеткізетін құны, яғни меншіктің жалпы құнының маңызды бөлігі. Мысалы, егер біз өнім туралы айтатын болсақ, оны сақтау шығындарын меншіктің жалпы құнына жатқызған жөн. Ал көрсетілетін қызмет үшін, мысалы, егер сіз аудит жүргізсеңіз, бұл оны көрсетуге қажетті жағдайларды ұйымдастыруға кеткен шығындар болуы мүмкін. Көбінесе аудиторлық компания өз жұмысын жүргізу үшін ерекше жағдайлар жасауды талап етеді. Мысалы, аудиторлар олардың шешіміне әсер етуі мүмкін қызметкерлермен кездейсоқ байланыстарды азайту үшін этикалық қабырғаларды құруды сұрайды. Оларға жеке үй-жайлар, жеке лифтілер бөлінеді, кейтеринг және сол сияқтылар ұйымдастырылады. Тиісінше, компания қызметті иеленудің жиынтық құнына кіретін шығындарды көтереді. Үшінші, қаржылық тұрақтылық. Бұл компанияның тұрақты төлем қабілеттілігіне, кепілдік беретін шоттарының жағдайы. Қамтушының қаржылық тұрақтылығы тапсырыс берушінің қызмет көрсету деңгейімен тікелей байланысты. Мысалы, қамтушының қаржылық тұрақтылығы төмен. Онымен келісім шарт жасалды. Ал оған қосымша өнім шығару үшін, шикізат немесе басқа машина сатып алу үшін қаржыландыру көздері жетіспейді. Нәтижесінде тапсырыс беруші зардап шегеді. Сәйкесінше қызмет көрсету деңгейі сақталмайды. Ал бұған себеп қамтушының қаржылық тұрақсыздығы. Ақырында тапсырыс беруші тарапынан айыппұл санкциялары орын алуы мүмкін. Тапсырыс беруші қамтушының қаржылық тұрақтылығын қалай бағалайды? Негізінен тапсырыс берушіге қамтушының қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін 3-5 кезең ішінде 90 бойынша егжей-тегжейлі 3 қаржылық құжат жеткілікті. Бұл cash flow, ақша қаражатының қозғалысы, пайда мен шығындар туралы есеп, бухгалтерлік баланс. Осы құжаттардан тапсырыс беруші көптеген пайдалы ақпаратты біле алады. Мысалы, EBITDA-ның, компанияның міндеттемелері бойынша төлемге дейінгі пайдасы, қарызға қатынасы. Оның осы сала үшін орташа көрсеткіштерден қаншалықты ерекшеленетінін түсіне отырып, тапсырыс беруші қамтушы кредиттік ұйымдар үшін тартымды ма? Қаржы институттары оны кредиттеуге дайын ба? Соны түсіне алады. Егер осы арақатынас саладағы орташа көрсеткішпен салыстырғанда айтарлықтай төмен болса, онда қамтушының кредиттік ұйымдар үшін әлеуетті тартымдылығы жоғары. Cash flow бойынша түсім динамикасына келетін болсақ, тапсырыс беруші белсенді өтімділік ағыны тұрғысынан қамтушы бизнесінің қаншалықты тұрақты екенін түсінеді. Баланстағы өтімділік баптарының арақатынасы, қамтушының қысқа мерзімде ақшаға айналдыруға болатын ақша қорлары, өтімділіктің басқа нысандары немесе квази өтімділік қорлары бар екенін көрсетеді. Төртінші, техникалық талаптар. Егер тапсырыс беруші техникалық талаптарға сәйкес келмейтін өнімді сатып алса, онда қызмет көрсету деңгейі бірден төмендейді. Мысалы, тапсырыс берушіге корпустық құбырлар қандай да бір параметрлер бойынша сәйкес келмесе, онда басқасын күтуге мәжбүр. Күтуге кеткен уақыт ішінде тапсырыс беруші мұнай немесе газ шығармайды. Бос тұрған күнді өндіруге болатын пайдалы өнім көлеміне көбейтсе, тапсырыс берушінің тікелей шығындарының көлемі белгілі болады. Қызмет көрсету деңгейі сатып алу функциясының өзінде төмендеп қана қоймай, ол өзінің ішкі міндеттемелерін орындамады. Сонымен бірге алынбаған кіріс пен шығын пайда болды. Техникалық талаптар орындалған кезде де дәл солай болады. Мысалы, кейбір агрегат параметрлері, энергиямен қамтамасыз ету жүйесі мен өлшемдері және өзінің қуаты бойынша сәйкес келеді. Бірақ бір жыл жұмыс істеп, жөндеуге жіберілудің немесе әрі қарай қызмет көрсете берудің орнына, ол жарты жылдан кейін жөндеуді қажет етеді, немесе мүлдем бұзылады. Жарты жылда бір рет қызмет көрсетуге арналған тікелей, немесе жанама шығындар, жылына бір рет жұмсалатын шығыннан едәуір жоғары. Сондықтан техникалық талаптар, оның жұмыс істеу циклі кезінде, осы қондырғының шығынын өзгертеді. Және компания үшін меншік құнын арттырады. Ақпарат үшін айта кетейік.
2021 жылдың қорытындысы бойынша талдау жүргізіліп, кері байланыс аясында қазақстандық компаниялармен жұмыс кезінде анықталған жалпы проблемалардың тізімі жасалды. Қысқаша айтқанда, бірінші, мерзімнің сақталуы, қамтушы сұраныстарға уақытында жауап беруі керек. Екінші, сертификаттау стандарттарға сай болуы керек. Және ISO, APL, ASME және ASTM сияқты ең соңғы сертификаттар болуы керек. Үшінші, техникалық және коммерциялық мәселелер. Көбінесе сұралған мәліметтер болмай қалады. Толық ұсыныс беру керек. Төртінші, бәсекеге қабілетсіз баға саясаты. Тендерлік ұсыныс бәсекеге қабілетті болуы үшін нарық пен бәсекелестер туралы түсінік болуы қажет. Бесінші, сапаны басқару жүйесі. Атап айтқанда жоғары білікті және сертификатталған қызметкерлер.